Қыздар, бүгін сіздермен жент әзірлейміз. Ол үшін бізге талқан, печенье, шекер, мед, ерітілген сары май қажет болады. Медтің орнына қойытылған сүт, яғни сгущенка қоссаңыздар болады. Печеньемізді майдалап үгітіп аламыз. Блендермен немесе осылай оқтаудың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Үгітілген печеньемізді саламыз, талқанымызды саламыз, шекерімізді саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте ерітілген сары майымызды қосамыз. Женттің дәмі тікелей осы сары майыңызға байланысты болады, сондықтан дәмді сары май қосыңыздар. Мед қосамыз, медді өз қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Қолымызбен осылай мыжғылаймыз. Қолымызбен қысқан кезде бізде осылайдан құрт сияқты болып формасын ұстауы қажет. Сол кезде осылай дайын деген сөз. Енді арнайы ыдыстарымызға салып, біраз уақытқа қойып қоямыз формасын ұстау үшін. Менде осындай силиконный форма бар, соған салып шықтым. Өте керемет әрі оңай шайменшкинге қыздар, міндетті түрде жасап қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.